Қою тағаммен керемет үйлесетін, тәбет ашатын салат дайындаймыз. Орам жапырақты демлеп, видеодағыдай 4-3 етіп турап, бір ыдысқа салып қойыңыздар. Бір дана қызылшаны үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Сарымсақты да турап дайындап қойыңыздар. Барлығы дайын болғаннан соң, осында бізге дөңгелек қарабұрыш және де 2 литрлік банк қажет болады. Сарымсақты, қарабұрышты, қызылшаны және де капустаны кезек-кезек банкі толғанға дейін дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Мінекей менің банкым толып дайын болды. Маған жарты орам жапырақ жеткілікті болды. Суын дайындаймыз. 2 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық уксус салып, бір қайнағаннан соң банкіге құйып, банкымызды салқын жерге бір күнге алып қоямыз. Бір күнде осылай қызарып, тұздалған біздің салатымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Қытырлап, енді тәбет ашады. Қою тағамдармен керемет үйлеседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріп, менімен отыстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Пайдалы парақшама тіркеліп алыңыздар. Алда керемет рецепттер болады. Ас болсын.